Қайырлы күн оқушылар. Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен 114-ші сабақты өтетін боламыз. Бізде тақырып сан есім. Сан есім дегеніміз заттың санын білдіретін сөз табы. Біздегі бірінші тапсырма ең үлкен қай ғаламшар, яғни мәтінді оқып сұрақ құрастыру қажет. Юпитердің үлкендігі сонша, оның ішіне қалған 8 ғаламшар түгел сыйып кетеді. Сапырылысқан газды аса жойқын жел тасқыны аударыстырады да, осы ғаламшардың үстінде ғажайып әдемі әшекей пайда болады. Юпитер ертедегі римдіктердің 5 құдайының құрметіне берілген атау. Юпитер сақиналы 4 ғаламшардың бірі. Осы 4 ғаламшар газды алып деп аталады. Олар Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Бұлар ортасындағы кішкене тасты қоршап тұрған аса ірі газ шары секілді. Тапсырма неге, неліктен деген сұрақтарға қою арқылы сұрақтарды құрастыру. Бірінші сұрақ: неге 4 ғаламшар газды алып деп аталды? Екінші сұрақ: неліктен бұл ғаламшар Юпитер деп аталды? Осылай мәтін арасынан оңай сұрақтар құрастырып жазуларыңа болады. Келесі тапсырма: мәтінді көшіріп жазып, сан есімдердің астын сыз. Яғни мәтін ішіндегі сан есімдер. Бұл жерде 20, 5-те, 2-ші, 3-ші сөздері сан есім. Сан есімдерге сұрақ қойып, қайсы реттік, қайсы есептік сан есім екенін жазыңдар дейді. Яғни бізде есептік сан есім дегеніміз ешқандай жалғаусыз, тек бір ғана сол сан есім сөзбен тұрады. Яғни 20 және 5. Қарап тұрсаңдар, бұл жерде ешқандай жалғау жоқ. Ал реттік сан есім дегеніміз ш жалғаулары арқылы жасалған сан есімдер. 2-ші, 3-ші. Келесі тапсырма: берілген сан есімдерді қатыстырып сөйлем құра, құраған сөйлемдерге олардың қандай мүше болып тұрғанын айт дейді. 1, 5, 7-ші. Бұл бізде берілген сан есім. Сөйлем құраймыз. Дүкенде сатушы біреу ғана екен. Айымның қолында 5 алма болды. Азамат сапта 7-ші тұрады. Бұл жерде 5 бізде есептік сан есім, 7-ші реттік сан есім. Тапсырма: мәтінді оқы. Ай жердің ең жақын көршісі. Айда ауа да, жел де, су да болмайды. Айда үнемі қараңғы болып жұлдыздар көрініп тұрады. Астронавтар жерге қарағанда айдың үстінде биікке еркін секіре алады. Өйткені онда тартылыс күші аз. Айда үлкен шұңқырлар бар. Оларды кратерлер деп атайды. Тапсырма: мәтінге сүйеніп мына сөздердің ақиқат не жалған екендігін дәлелде. Жер айда айнала қозғалады. Жоқ. Айда жел соғып тұрады. Жоқ. Айда су болмайды. Иә. Ай аспаннан үнемі көрініп тұрады. Жоқ. Жерден айға қарасаң, ай үнемі дөңгелек болып көрінеді. Жоқ. Айда кратерлер болмайды. Жоқ. Келесі тапсырма бізде ребус берілген. Ребус шешіп, шешіміндегі сөзге әңгіме құрап жазу қажет. Яғни қарап тұрсаңдар, бұл жерде таға, бір саны, әріпі, шар және тағы берілген. Әріптерін шегеріп не қосатын болсақ, бізде ғарышта деген сөз шығады. Ал сөйлем құрайық. Әр бала кезден ғарышқа ұшуды қалайды, армандайды. Себебі оларға ғарышта қызықты, әрі ғажайып дүниелер болатынын іштей біледі. Оқушылар, басқа да тапсырманы көріп біліп отыру үшін каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.